Ассалаумағалейкум, Сату ТВ каналының тіркелушілері. Бүгін 1 сәуір 2021. Ақтау қаласында 27 шағын ауданда орналасқан 47 үйде түсіретін боламыз. Біз этажды дом, соның бірінші этажында орналасқан 3 бөлмелі пәтерді түсіретін боламыз. Жалпы Абди Бәйтерекке жақын орналасқан. Және жолдың бойына 2-лік, 3-лік, 5-лік қоғамдық көліктер келеді. Мектептің артында және қапталында садик, мектептер үйдің артында жақын орналасқан. Және үйдің алдында балалар ойын-сауық орталығы бар. Үй 1986 жылы салынған. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы ауданын және бағасын айтып кететін боламыз. Каналға тіркелмегендер болса тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар және өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Міне бірінші этажда орналасқан 3 бөлмелі пәтерге келдік. Кірген бойда сол жағымызда 2 спальня бар, және тіке кладовка, және оң жағымызда зал. Одан мына қарай кірсек, ас үй, туалет, ванна орналасқан. Ендеше коридордан солға кіргенде біздің бірінші спальня бөлмеміз. Спальня бөлменің жалпы размері 3×4. Потолоктағы гипсокартон, қабырғалары обоймен жабыстырылған, түс қағаздармен, сор түсті. Ешқандай жыртылып атқан еш нәрсе жоқ, бәрі бүтін. Және полдардың барлығы линолеум. Коридордан тағы да ары қарай жүргенде сол жағымызда екінші жатын бөлме орналасқан. Бұның потологы кермелі төбемен жасалған және қапталдары гипсокартонмен әдемілеп жасалынып кеткен. Және бұлда кондиционер бар. Кондиционер қалады. Осы көріп отқаныңыздай обой әдемі гүл тәрізді түс қағазбен жабыстырылған қабырғалары. Бұл біздің екінші жатын бөлмеміз. Есіктер бәрі қоңыр түсті есікпен жасалған. Барлығы бүтін, таза. Және тіке жүргенде мынау біздің кладовкамыз. Коридордан тіке жүргендегі кладовка. Бұл да жүк жинайсыз, көрпе төсек. Және коридордан кіргенде оң жағымызда зал орналасқан. Залдың жалпы ұзындығы 5,5, ені 3,20. Қателеспесек солай болу керек. Және төбесі кермелі төбемен жасалынған. Қапталында кішкене лампочкалар бар жанатын, әдемілеп жасалынған. Және ақ түсті, сұр түсті түс қағаздармен қабырғалары жабыстырылған. Полдары линолеум. Жалпы залда да қарап отырсаңыздар кондиционер орнатылған. Осында үлкен терезесі бар залында. Ар жағы балкон, онда түсіретін боламыз. Ендеше ары қарай қазір ас үйімізді түсіреміз. Және міне сырт есіктен кіріп оңға бұрылғанда оң жағымызда туалет, ванна орналасқан. Жалпы туалет, ванна бәрі таза, полный кабельденген. Және ары қарай тіке жүрсек, ас үй орналасқан. Жалпы ас үйдің мебелі қалады. Және көрсеткенде жаңағы кондиционер қалады. Ас үйдің потологы кермелі төбемен жасалынған. Жалпы ас үй мен коридордың қабырғалары жылтырақ тас тәрізді әдемілеп жасап кеткен. Және ас үйден ары қарай өтсек, осындай шағын балкон бар. Осы жерде тамақ ішіп, асымызды ішіп отыруға болады. Потологы гипсокартон. Осы біздің 3 бөлмелі үйіміз. Жалпы үйді пенсионный фонд ипотека арқылы наличка де алуға болады. Және
Үйдің жалпы ауданы 70, бағасы 19 миллион 200. Жалпы кішігірім саудасы болады. Осы видеоның астына барлық данныйды описание жазып кетем, номерін жазып кетем, соған хабарласып сөйлессеңіздер болады. Ендеше каналға тіркелмегенде тіркеліп қойыңыздар. Әр қазағым баспаналы болсын. Барлықтарыңызға сәттілік.